Рахмет. Басымызға бақ қонған Алла қалап, бақытты бағалаған ол да ғажап. Аспан астын, жер үстін тойғып жүрген ассалаумағалейкум арда қазақ деп амандасып қойға ағайындар. Қош келдіңіздер. Ұлыстың ұлы мерекесі, әз Наурыз мерекесі құтты болсын ағайындар. Күн мен түннің теңелген кезі, құт береке дарысын, ақ мол болсын деп бір құттықтап қойын ағайындар. Қош келдіңіздер. Қандай рахат заманда өмір сүріп жатырмыз ағайындар. Әуелі Аллаға, екінші елбасымызға Құдай денсаулық берсін, тауфиқ берсін деп тілейміз. Бұрын кеңес үкіметі кезінде қандай еді? Бұндай қазақша концерттерді көрмейтінбіз. Ол кездерде кинотеатрға, киноклубтарға баратынбыз, естеріңізде ме? Кинотеатрға барып, танцор, диско, Джиммидің киносын жылап отырып көретінбіз. Естеріңізде ме? Менің әлі есімде, бала кезімде кинотеатрға барып ем, кинооператор жігіт айтты: құрметті көрермендер, шуламаңыздар, сәлден кейін киноны бастаймыз. Бірақ киноны бастамас бұрын араларыңызда бір еркек бөтен әйелмен келіп отыр деді ғой. Бір еркек бөтен әйелмен келіп отыр. Сол еркектің әйелі сыртта, кинотеатрдың сыртында жылап тұр. Бір семья бұзылып кетейін деп тұр. Қазір мен кинотеатрдың жарығын, светін 5 минутқа өшірем. Свет өшкен кезде қараңғыда білдірмей, жаңағы еркек шығып кетсін деді ғой. Масқараламайын деді. Кинотеатрдың жарығы 5 минутқа өшіп, қайтадан жанып еді, ешкім қалмады ғой. Құдай бетін аулақсын. Бәрі бөтенмен келген екен ғой. Мен бұны не үшін айтып жатырмын? Алдараспан театрына ешкім бөтенімен келмейді. Алдараспан театрына Асқар әкесімен, аяулы анасымен, сүйікті жарымен, кішкентай балапандарымен келеді. Қош келдіңіздер ағайындар. Басымызды иеміз. Біздің театр үшін алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге басымызды иеміз. Олай болса, мен сахна төріне тағы да Айқай тобының жігіттерін шақырайын. Алдараспан театрының ішінен құралған топ Айқай тобы. Бұны шақырып